Қайырлы күн баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді духовкада нандар пісіретін боламыз. Қараңыздар, осындай керемет әрі күшті болып шығады. Дәмін айтпайсыздар ма? Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, лайк басып кетіңіздер. Онда бастадық. Алдымен ыдысымызға жылы сүт құйып аламыз, жылы су құямыз, қант дәмдеріңізге қарай тұз саламыз, дрожж саламыз и бір ас қасық майонез салатын боламыз. Осылардың барлығын салып, бір келгі болғанша араластырып аламыз. Енді ыдысымызға бірінші алдымен ұнымызды міндетті түрде електен шығарып алуымыз керек. Жаңағы сүтіміз массамызға жайлап салып отырып, қолымызбен қамыр илеп аламыз. Жұмсақ етіп. Қанша ұн салыну керек екенін бәрін рецептте описанияға жазып кететін боламын сіздерге. Міне біздің қамырымыз дайын, осылай әдемі күшті қамыр болып шығады. Енді бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілу керек бізде қамыр. Біздің қамырымыз дайын, осындай күшті болып көтеріліп ісіп шықты. Қараңыздар. Енді мен бұны 4 бөлікке бөлем, 4 суалаға 4 нан жасап жатырмын. Мен сіздер үлкендеу етіп 2-3 штук жасасаңыздар да болады. Мен кішілеу етіп 4-еу шығардым. Ол әрине өздеріңіз қалауларыңызша. Енді листімізге қойып, бетін жауып, тағы да тындырып қоятын боламыз 15-20 минутқа. Бұл кезде біздің қамырымыз көтеріліп шығу керек, тағы кішкене. Міне біздің нанымыздың қамырлары дайын, осылай күшті керемет болып көтеріліп шығады. Енді бір листқа 2-ден салып пісіріп аламын. 4-еуі бірден сыймайды екен. Қолымыздың ортасындағы 3-4 саусақпен осылай шеттеріне айналдыра отырып, әдемілеп домалақ формамен нанымызды жасап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, осы видеода көргендеріңіздей шет қалыңдау болу керек. И ортасы осылай басып шығып, барлық жерін бірдей етіп жасап аламыз нанымызды. Бізде бұл әлі ісіп шығады. Енді ортасына осылай текешпен басып, гүлдердің несімен бастырып шығамыз, немесе өздеріңіз қалауларыңызша вилкамен тесіп шықсаңыздар да болады. Нанымыз қатты ісіп кетпеу үшін осылай жасап алуымыз керек. Енді бетіне жұмыртқа жағамыз. Бетіне әсемдеп, сәндеп, нанға жағатын себетін кунжуттар сепсек болады. Ақ қара кунжут себесіздер, сеппесеңіздер де болады. онсыз да өзі күшті керемет болып шығады. Міне біздің нандарымыз жасап болдық. Енді дайын, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің нандарымыз пісіп шықты. Осындай керемет жұмсақ болып шығады. Иісін айтпайсыздар ма? Бір көшеден, магазиннен сатып алғаннан өздеріңіз үйде жасап жегенге жетпейді. Ас болсын.